Сәлеметсіздер ме оқушылар? Жаңа оқу жылы құтты болсын. 4-ші сынып қазақ тілі. 1-ші бөлім. Менің отаным Қазақстан. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстанның қалалары. Сабақ мақсаты: жаңа сөздер үйренеміз. Мәтінді мәнерлеп оқимыз. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап береміз. Бүгінгі жаңа сөздер. Қайталайық: қала, шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстік, аймақ. Жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып, жаттап ал. Келесі сұраққа жауап бер. Қазақстанда қандай қалалар бар? Картаға қарап, олар қай аймақта орналасқанын айт. Мысалы, батыс аймақта Атырау, Орал, Ақтау, Ақтөбе қалалары бар. Солтүстік аймақта Қостанай, Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Нұр-Сұлтан қалалары орналасқан. Шығыс аймақта қандай қалалар орналасқан? Және оңтүстік аймақта қандай қалалар бар? Жақсы. Келесі. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, мәтінді мәнерлеп оқы. Оқыған мәтінді WhatsApp арқылы аудиоға жазып жібер. Алдымен мен мәтінді оқимын, мұқият тыңда. Менің атым Фарида. Мен Шымкентте тұрамын. Шымкент қайда орналасқан? Шымкент оңтүстік аймақта орналасқан. Қалада әдемі жерлер өте көп. Біздің аймақта күн жылы, жеміс-жидектер тез піседі. Менің атым Дина. Мен Семейде тұрамын. Семей қайда орналасқан? Семейде тауда, орманда бар. Менің атым Расул. Мен Оралда тұрамын. Менің қалам қайда орналасқан? Біздің өлкеде Шаған, Жайық, Теркөл өзендері бар. Оралда кеме жасайды. Менің атым Медет. Мен Бурабайда тұрамын. Бұл менің туған жерім. Бұл аймақты кейде Сарыарқа деп атайды. Мен қайда тұрамын? Жақсы. Келесі тапсырма жазылым тапсырмасы. Дәптерге орындаймыз. Үлгі бойынша орында. Үлгіде былай жазылған: батыс аймақта Атырау, Орал, Ақтау, Ақтөбе қалалары орналасқан. Ал бірінші тапсырма: оңтүстік аймақта қандай қалалар орналасқан? Оңтүстік аймақта Қызылорда, Түркістан, Тараз, Шымкент, Алматы, Талдықорған қалалары орналасқан. Келесі: солтүстік аймақта қандай қалалар бар? Және шығыс аймақта қандай қалалар орналасқан? Дәптерге орындаймыз. Сонымен, балалар, бүгінгі сабақта біз Қазақстан қалалары деген тақырыпты өттік. Біз жаңа сөздер өттік. Жаңа сөздерді дәптерге жаздық. Мәтін оқыдық. Сұрақтарға жауап бердік. Және жазылым тапсырмасын орындадық. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.